қазіргі біздің жоғары жақта отырған кісілердің өзінің халқына жаны ашымай ма? Қалай ойлайсыз жалпы олар қазір не туралы ойлайды? Сіз айтқан сияқты тек қана асқазанның қамы ма? Мәселен, сіз Абайдың тойын көрдіңіз ғой, 180 жылдық тойын? Көрген жоқпын. Осы 180 жылдық тойына бізде сенаттың төрағасы, министрлер барды. Халықтың ортасына кіріп бара жатқан кезде оларды волонтер студенттер қоршап жүрді. Сол елдің шын жанын ашайтын министр азаматтары, спикерлер болатын болса, халықтан қорқушы ма еді? Халықпенен қол алысып, амандасып, тойға келді, қалайсыздар деп жадырап жайнап амандасып жүрмейтін бе еді? Неге олар қарапайым студенттерді волонтерлардан жасақ жасап алып жүреді? Қаңтар оқиғасы кезінде талай әкімнің бетпердесі ашылып қалды. Халықпенен байланыс жоқ, диалог жасай алмайды. Жоғарының тілі басқа, халықтың тілі басқа. Диалог тілі жоқ. Келісім жасай алмайды. Келісім жасай алмағаннан кейін біздің әсем қала Алматының әкімшілігі өртеніп кетті. Менің туған жерім Талдықорғанның әкімшілігі өртеніп кетті.